тарихында тұңғыш рет елімізде аудан мен ауыл әкімдерінің тікелей сайлауы өтті. Бұл қадам мемлекеттік аппараттың жұмысына жан бітірді. Қарапайым азаматтар үшін сайланбалы қызметтерге жол ашылды. Мұның өзі жергілікті жердегі саяси өмірді жандандырып, азаматтардың шешім қабылдау ісіне белсене араласуына кең мүмкіндік берді. Қазіргі уақытта тұрғындардың сайланған әкімдерге деген сенімі анағұрлым артты. Жергілікті билік пен қоғам мәселелерді бірлесіп шешуге қол жеткізді. Бүгінгі таңда электоралдық науқандар еліміздің түкпір-түкпірінде үнемі жүйелі түрде өткізіліп жатыр. Елімізде сайлау қалыпты, үйреншікті жағдайға айналды. Ең бастысы, әртүрлі саланың өкілдері әкім болып сайлануда. Олардың бәрі мүлде жаңа тұлғалар, жаңа Қазақстанның жаңа басқарушы элитасы. Ендігі кезекте сайланған әкімдердің құзыреті мен өкілеттігін, қаржылық мүмкіндіктерін кеңейту керек. Алдымызда оларды заңмен, бюджетпен жұмыс істеуге бейімдеу, оқыту міндеті тұр. Қазір Аманат партиясы үкіметпен бірге осы мәселелермен айналысып жатыр.